Құрметті көрермен, бүгін мен Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романының қысқаша мазмұнын айтамын. Ақбілек қазақ әдебиетіндегі әйел тағдыры мен қоғамдағы әділетсіздікті терең суреттеген роман. Шығармада қазақ қызы Ақбілектің ауыр өмір жолы, рухани өсуі мен тағдырға қарсы күресі баяндалады. Ақбілек ақылына көркі сай, ибалы да тәрбиелі, сұлу, бойжеткен. Ол ауыл жігіті Бекболатты сүйеді, Бекболат Ақбілекті шын жүрегімен жақсы көреді. Екі жастың болашағы жарқын сияқты көрінеді. Алайда ел басына күн туған аласапыран заманда Ақбілектің тағдыры күрт өзгереді. Ақбілекті гвардияшы орыс офицері күшпен алып қашып қорлық көрсетеді. Бұл оның өміріндегі ең ауыр, ең қасіретті кезең болады. Бір күні орыс офицері соғысқа кетіп қалған сәтті пайдаланып, Ақбілек тұтқыннан қашып шығып, өз еліне оралады. Бірақ туған жері оны құшақ жая қарсы алмайды. Ел ішіндегі өсек аяң, жаман болды деген ауыр сөздер Ақбілектің жанын жаралайды. Ауыл адамдары оған күмәнмен, ала көзбен қарайды. Ақбілек бәріне қарамастан сүйгені Бекболатты іздеп келген еді. Ақыры Бекболатты табады. Екеуінің қайта қосылуына жеңгесі Ұрқия көмектеседі. Алайда той болардың алдында ауыр шындық ашылады. Ақбілек орыс офицерінен аяғы ауыр болып шығады. Осыны естіген Бекболат әлсіздік танытып Ақбілекке үйленуден бас тартады. Бұл Ақбілектің жүрегіне түскен тағы бір ауыр соққы болады. Сүйгеннен де, елінен де түңілген Ақбілек ауылдан кетуге шешім қабылдайды. Ол ел сөзінен қорықпай 9 ай көтеріп баласын дүниеге әкеледі. Бірақ баласын ауылда қалдырып өзі қалаға аттанады. Бұл оның өміріндегі ең ауыр әрі ең батыл шешімдерінің бірі еді. Қалада Ақбілек оқып, білім алады, өздігінен өсіп көзі ашық, көкірегі ояу, саналы әйелге айналады. Ол енді бұрынғы қорғансыз қыз емес, өз тағдырына өзі жауап бере алатын тұлға болып қалыптасады. Бірде ауылға келген кезінде Ұрқия жеңгесімен сөйлесіп тұрғанда жүгіріп өткен кішкентай баланы көреді. Баланың өзіне қатты ұқсайтынын байқап, ішкі түйсігі оянады. Ұрқия жеңгесі оның өз баласы екенін айтқанда, Ақбілек баласын құшақтап көз жасына ерік береді. Ол баласын жоғалттым деп ойлаған еді. Баласының аман екенін білгенде жеңгесіне шексіз алғыс айтады. Алайда Ақбілек бұрынғы өмірге қайта байланбайды. Ол тағы да қалаға кетіп жаңа өмірін жалғастырады. Сол жерде Балташ есімді, көзі ашық, саналы жігітпен танысады. Балташ Ақбілектің өткеніне емес, оның адамгершілігіне, ақыл-парасатына ғашық болады. Ақыры екеуі отбасын құрып, Ақбілек бақытқа қол жеткізеді. Романның негізгі идеясы әйелдің тағдыры қоғамдағы әділетсіздікке тәуелді болмау керек. Әйел де білім алып, өз өмірін өзі құра алады деген ой. Егер сіздерге пайдалы ақпарат болса, қуаныштымын. Маған тіркеліп кетіңіздер. Менің парақшамда осындай тағы басқа да пайдалы ақпараттар бар.